Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін өте жұмсақ булочки жасаймыз. Қажетті заттардың тізімін описанияда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды қантпен араластырып аламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ерітілген сары майымызды қосып араластырып аламыз. Ашытқымызды қосып араластырып, ашытқымыз реакцияға түскенге дейін 10 минут бетін жауып қойып қоямыз. Ашытқымыз реакцияға түскеннен соң, ұн салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салмаймыз, бірнеше бөліктерге бөле отырып, еліктен өткізіп саламыз. Қамырымызды илеп алғаннан соң 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз дайын. Келесі кезекте кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Бетін жауып, кішкене көтерілгенін күтеміз. Көтерілген қамырларымызды кішкене дөңгелектеп аламыз. Келесі кезекте қамырларымызды түйуді бастаймыз. Мен қант қосып, жүрек тәрізді етіп иледім. Сіздер өздеріңіз қалаған начинканы сала отырып, қалаған тәрізді етіп түйсеңіздер болады. Видеода көрсетілген тәсілде өте оңай, жеңіл, жасап көруге кеңес беремін. Бұл тәсілді түйуде тек қана қант емес, изюм, мак, шоколад қосып, дәл осылай түйсеңіздер де болады, өте дәмді шығады. Қамырларымызды түйіп алғаннан соң 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған қамырларымыздың бетіне жұмыртқаны жағып, қызып тұрған пеште 25-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз пісті, осындай өте әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.